Ассаламу алейкум. Бүгін ірімшікті шұжықтық көріндік әзірлейміз. Ол үшін алдымен кляр дайындаймыз. Шұңғыл табаққа жылы суды құямыз. Қант пен ашытқыны саламыз. Араластырып, бір ас қасық ұн салып, қайта араластырып 10 минутта қойып қоямыз. Сонан соң бір жұмыртқа, тұз қосып, ұн қосып, созылмалы қамыр илейміз. Бетін жауып, 40 минутқа қойып қоямыз. Шұжықшыларды ортасына бөлеміз. Ірімшікті бірнеше бөліктерге бөлеміз. Таяқшаға шұжықты, сосын ірімшікті кигіземіз. Қамырға жай ғана батырып, көріндігімізді жапқанша айналдырамыз. Майдаланған нан ұнтағына батырып аламыз. Табада майды қыздырып, орташа отта айналдыра отырып пісіреміз. Көріндікті ыстық күйінде ірімшік суымай ұсыну керек. Өте дәмді болып шықты. Қытырлақ қамыр, созылатын ірімшік, хош иісті шұжықша отбасыңызға ұнары сөзсіз. Астарыңыз дәмді болсын.